Әлемде көп қызық бар. Бір жерде суық болса, екінші жерде аптап ыстық. Бізде жаз күндері ыстық болғанымен, барлық жер ыстық болмайды. Сіздерге әлемдегі ең суық деп тіркелген жерлерді ұсынамыз. Шығыс бекеті, Антарктида. Теңіз деңгейінен 3500 метр биіктікте, оңтүстік геомагниттік полюсте орналасқан. Зерттеу бекеті орыстарға тиесілі. Мұнда қашанды жан түршіктіре суық болып тұрады. 1983 жылдың 21 шілдесінде осында ғаламшардағы ең төмен температура тіркелді. -89,2 градус. Шығыс бекеті 4 шақырым мұз астында деп аталатын әлемдегі ең үлкен көлдің аймағында жатыр. Эврика. Эврика Канададағы Элесмер аралына жақын маңда орналасқан зерттеу бекеті. Эвриканы да әлемнің ең суық жеріне жатқызады. Ол 1947 жылы метеоргеналық бекет ретінде салынған екен. Жыл бойында орташа температура -20 градус. Қыста көбіне 40 градус көрсетеді. Соған қарамастан қызығушылығы мол туристер осында келуден бас тартқан емес. Эврикаға жету үшін ұшаққа $20,000 жұмсайсыз. Оймякон, Ресей. Оймякон Якутия республикасында солтүстік жарты шардың оңтүстігінде 350 шақырым жерде жатыр. 1926 жылы осы жерде температураның рекордтық төмен көрсеткіші -71,2 градус тіркелген болатын. Осы оқиғаға байланысты ауылдардың бірінде мемориалдық тақта қойылған. Денали, ақш. Денали немесе Маккинли тауы Солтүстік Американың ең биік шыңы саналады. Ертеден-ақ жер бетіндегі ең суық тау деген лауазым алған. Қыста ауа температурасы -40 градус болады. Таудың биіктігі 6194 метр.